2010 жылы Қазақстан Республикасы экологияны жақсарту және жасыл экономиканы дамыту бойынша дүниежүзілік бастама көтерді. Ал 2013 жылы Қазақстанды қоса алғанда 10-нан астам мемлекет жасыл көпір серіктестік бағдарламасы туралы хартияға қол қойды. Бағдарламаның негізгі мақсаты әлем елдерінде жасыл экономикаға көшу үшін қолайлы жағдай жасау. Бағдарлама инновацияларды енгізуді және экожүйелік қызметтерді дамыту мақсатында инвестицияларды тартуды көздейді. Хартияға қол қойылған сәттен бастап бүгінгі күнге дейін халықаралық байланыс орнату және ынтымақтастық мүмкіндіктерін айқындау бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді. Бүгінгі таңда хартияға келесі елдер мүшелік етеді: Испания, Швеция, Германия, Сербия, Черногория, Албания, Болгария, Польша, Финляндия, Беларусь, Ресей, Грузия, Біріккен Араб Әмірліктері, Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан, Монголия. Жасыл көпір бағдарламасы әлемді түпкілікті өзгертуге және ондағы табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан қауіпсіз өндірістерді құру үшін жан-жақты бейімдеуге бағытталған. Мұндағы негізгі құралдардың бірі ең үздік қолжетімді техникалар болып табылады. Халықаралық әріптестікті нығайту және тәжірибе алмасу контекстінде ең үздік қолжетімді техникаларды енгізу, орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге, сондай-ақ өндіріспен тұтынудың жауапты модельдерін құруға, инновацияларды енгізуге, халықты таза сумен және қолжетімді энергиямен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ол жасыл экономикаға көшуде, парниктік газ шығарындыларын азайтуда, жасыл және климаттық бейтарап технологиялардың қолжетімділігін қамтамасыз етуде, өңірлік және өңір аралық ынтымақтастық үшін үлгі бола алады.